Сәлем сөзінің анасы, ассалаумағалейкум ел жұртым. Мен Бейсенбай Сахариев атындағы Бақты орта мектебінің 9 А сынып оқушысы Төлешова Айзере сіздерді Бақты ауылының тарихымен таныстырамын. Жібек жолы бойында, Қарабастың қойнында, Жетісу Алтай жолында Бақты деген жер екен. Қиыр шығыс жағында, шекараның жанында Қытаймен сауда жағына байланысқа ие екен. Бақты деген бақыт берілген құтты жерді мекендеген, өзімізге Жақұт деген, Найман деген ел екен дей отыра, өз шығармашылығым арқылы Бақты ауылының тарихына шолуды бастаймын. Бақты ауылы Қазақстанның Қытаймен шекарасында орналасқан елді мекен. Бұл өңір Ұлы Жібек жолының кезінен бастап, ғасырлар бойы сауда жолының бойында орналасып, стратегиялық мәнге ие болған. Бұл өңірді адамдар ежелден мекендеген. Бақтының жанындағы Қарабас тауының тасындағы бейнелер мен топырақ үйінділері алғашқы қауымдық құрылыс адамдары туралы хабар береді. Темір қорытатын пештердің орындары сақталған. Тарбағатай аймағында үйсін мәдениетіне ұқсас тұрмыс салттың белгілері болған. Кейіннен бұл жерге ғұндар қоныс аударған. Ұлы Жібек жолының қалыптасуына байланысты бұл өңір тұрғындары мал өсіруден отырықшылыққа көшкен. Орта ғасырлық қағанаттар кезеңінде Алакөл ойпаты Қарлық қағанатына қараған. 7 ғасырда олардың орнын қимақтар басқан. 10 ғасырда Қарахан мемлекетінің қарамағына өткен. 12 ғасырда бұл жерге наймандар келіп қоныстанған. Сол кезден бастап бұл өңір Найман тайпасының атамекеніне айналған. Осы кезеңде Тарбағатай аймағы Қазақ хандығына толықтай қосылды. Бұл өңір Қазақ-жоңға соғыстарының қанды шайқастарынан көп зардап шекті. Шекаралық бұл өңірге Цин империясы үнемі қызығушылық танытып отырған. 18 ғасырда Қарабас тауының етегінде Үйтанза атты қарауыл бекінісі болған. Ол қазір биіктігі 6-7 метр шамасында топырақ үйіндісіне айналған. Шәуешек арқылы Шығыс Түркістанға өтетін керуен жолының бойына дүнген ұйғыр, татар, ноғайлар Көктұма бекетінің негізін қалаған. Көктұмада қызыл кірпіш күйдіретін құмдан және 2 су диірмені болған. 1861 жылы Ресей патшасы Қытай мемлекетімен екі арада сауда жүргізу келісіміне қол қойды. Ресей патшалығының генералы Красников 1864 жылы қыркүйек айында армиясымен келіп Көктұма ауылының Қарасу өзенінің бойымен Қытай-Қазақстан мемлекеттік шекарасын күзетуге вахталық күзет қойған. Соған байланысты бұрынғы Көктұма ауылының атауы Вақты болып ел арасында аталып кеткен. Вахтаға барамыз деген сөзден Бақты атауы қалыптасып кеткен. Ал кейбіреулерінің айтуынша бақыт немесе құт деген сөздермен байланысты. 1864 жылдан бастап орыс көпестері келе бастаған. Олар екінші көшені тұрғызған. Мұсылман тұрғындар мешіт салдырып, медресе ашқан. Көктұма медресесіне әйгілі Әсет Найманбайұлы оқыған. Тарауи Қамса кітабының авторы Құрбанғали Хамид 1876-1896 жылдары Көктұма медресесінде география, астрономия, тарих пәндерінен сабақ берген ғұлама ғалым. Құрбанғали араб, Иран, Қытай, моңғол тілдерін жетік меңгерген. 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы кезінде Бақты өңірінен 350-ге жуық ата-апаларымыз ерлігі үшін жандарын пида етіп, отанының уыз топырағын қорғауға қан майданның шебіне аттанған. Олардың ішінде Қадыров Байділда, Тахиров Тоқтасын, Құсайынов Масәлін, Мошанов Құнанбай, Дондағұлов Жұмажан, Баймұратов Абдулла, Смағұлов Қайыпбек, Қалантаев Садықан, Мадвакасов Құлжабай, Тындабаев Сармырза, Қарлыбаев Зият аталарымыз соғыстан қайта оралып, ары қарайды ауылымыздың дамуына үлестерін қосқан. Жалпы Бақты ауылы Мақаршы ауданының оңтүстік шығысында, аудан орталығынан шамамен 30 шақырым қашықтықта орналасқан. Ауылдың жанында Бақты шекаралық өткізу бекеті бар. Бұл Қазақстан мен Қытай арасындағы маңызды шекаралық сауда және логистикалық нүкте болып табылады. Бақты шекара бекеті ауыл тұрғындарына қосымша экономикалық мүмкіндік беріп отыр.
Бақты шекара бекеті Қазақстан мен Қытай арасындағы маңызды сауда нүктесі болып саналады. Бекет 24/7 режимінде жұмыс істейді. Ауылды халқы негізіне қазақтар. Олар мал шаруашылығымен, егіншілікпен айналысады. Бақты ауылында орта мектеп, шағын дүкендер және алғашқы медициналық көмек көрсететін пункт бар.